Агросалада ілкімді істер көп. Жамбыл ауданы ауыл шаруашылығын өркендетуге өте қолайлы аймақ. Ексең егін бітік шығады, бақсаң мал бас артады. Бүгінде ауданда 2902 агро құрылым бар. Оның 4-і өндірістік, 35 ауыл шаруашылық кооперативі, 2863 шаруа қожалықтар. Ағымдағы жылы 59.000 гектар алқапқа егін егілді. Яғни дәнді және бұршақты дақылдар 19.929 гектар, майлы дақыл 3070 гектар, қант қызылшасы 1540 гектар, картоп 603 гектар, және де көкөніс пен бақша дақылдары 9812 гектарға, мал азығы 25209 гектарға отырғызылды. Әр гектардан 120 тонна өнім жиналды. Шаруалар жиын терімді толықтай жинап аяқтады. Азықты сақтап қалу үшін аймақта 42400 шаршы метрді құрайтын сыйымдылығы 37000 тонна 113 қойма бар. Биыл аудан әкімнің тапсырмасы бойынша Ақбұлым ауылында бір қойма ашылды. Ал келер жылы бұл жұмыстар Шайқорық, Айшабибі, Жалпақтөбе және Бесағаш ауылдарында жалғаспақ. Жобалық қуаты 1560 тоннаны құрайтын қойманың салынуымен жаңа 20 жұмыс орны құрылады. Сонымен қатар ауданда 19 жылыжайдың 3,2 гектарына қияр отырғызылып, 83 тонна өнім жиналды. Айта кету керек, ауданға қарасты шаруалардың басым бөлігі пиязбен айналысады. 5600 гектар алқапқа пияз егіліп, әр гектардан 130 тонна өнім жиналды. Облыс қажеттілігінің 50% Жамбыл ауданының пияз екені баршаға мәлім. Жалпы дала еңбеккерлерінің еншісінде 228 трактор, 92 соқа, 55 дән сепкіш, 13 тұқым дәрілегіш бар. Жыл басынан бері 963,4 миллион теңгеге 123 ауыл шаруашылығы техникасы алынды. Ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту және әлеуметтік мәселелерді жедел шешу мақсатында іске асқан жобалардың бірі ауыл аманаты. Бүгінде бұл бағдарламаның шарапатын ауданға қарасты 6 ауыл тұрғындары көріп жатыр. Нақтысы Бесағаш ауылында 285, Өрнекте 89, Қаракемерде 164 тұрғын 2019-2022 жылы мемлекеттік қолдау аясында ауласынан шаруа ашып еңбектенді. Ал биыл жоба Айшабибі, Қарасу, Тоғызтары ауылдық округтерінде жалғасты. Аталған ауылдардан 397 өтініш түсіп, 128 аулаға несие берілді. Жалпы жыл басынан 532 жеке кәсіпкер 2,2 миллиард теңге несиеге қол жеткізді.